Болды, олар кез келген уақыт пайда болуы мүмкін. Өтейін деп қалды. Бұрында Макс жақсы әрі көңілді адам болатын. Электрге түсіп, жауыз болды. Иә, түсінікті. Қайдадан? Не болды? Бер қой. Бір-екі рет секірсең ауырып қала салады. Иә, менің де белім ауырады. Қойшы. Иә. Қытырлатып берейін ба? Істей аласың ба? Иә. Келемін. Болды. Жеңілдеді ма? Иә, жеңілдегенде қандай? Жақсы. Сендермен керемет, әрқашанда бауырларым болған қалаған. Сенің паутинаң сонда кәдімгідей денеңнен шыға ма? Давай оны айтпай қояйық. Енді мен жай ғана не үшін жеркенесің? Жоқ, ол жеркенген жоқ. Жай ғана бізде олай болмайды, сондықтан да сенде қалай шығатын бізге қызығырақ. Егер солай жақсырақ қой, бірақ өзіңе ұнамайтын болса, онда мен жай ғана қалай айтамын деймін. Ол демалған сияқты, өзімен өзі болатын нәрсе. Охо. Сен тек қолыңнан ғана ата аласың ба, әлде басқа жерлерден де? Жоқ, тек саусақтың арасынан. Қанша рет ата аласың? Житкіс біткенге дейін. Иә, өте жағымсыз жұмыс. Оны лабораторияда жасау керек. Негізі олардың ешқайсысы маған қиын емес, бірақ өзімде кішкене проблемалар болып қалады. Қандай? Экзистенциалды кризис. Менің күй жағдайын жасай. Тыңдаңдаршы, өздерің төбелескен мықты жауызды атаңдаршы. Сен көпсін көрген шығарсың. Қызықты сұрақ. Мен қара молекулаға ұқсайтын өзге ғаламшарлықпен төбелескем. Өзге ғаламшарлықпен мен де төбелескем, ғарышта, жерде де. Менікі фиолетовый болады. Өзге ғаламшарлықтар кәдімгідей мықты екенсің. Космоста төбелескенің үшін респект. Сендерге қайда, бірақ мен үлкен бұқаның киімін киген робот орыспен төбелескем. Сен бізге қайда деп алып, бізге түкіріп кеттің ғой, ұялып отырсың ба? Жоқ, мен ұялып отқан жоқпын, мен жай сен бізден үйтіп өзіңді төмен санама. Кішкене өзіңді көтер. Қане, айт. Мен ең кереметпін. Мен мықтымын. Қане қайтала. Енді өзің айтып қойдың ғой. Жоқ, енді қайталсың. Енді өзің айттың ғой.